Кім итерді ананы? Ең біріншісінде жаңа Ақкүн деген досы итерді ғой, қызыл шашты. О, мен солай түсінбей-ақ қойдым, неге итерген. Не үшін екенін мен түсінбедім басында. Бірақ сондағы артқа барып ықпалын тигізгенде, аналардың өзгеріс болғаннан кейін ол итерді ғой. Ол өзгеріс жасалмағанда басқа біреу итерді ол кезде. Басында мне кажется, басқа біреу итерді. Ең басында ол андай случайность прям шындап та. Нет, случайность емес. Кім айтқан болар, может? Кисаки ма, қалай аты? Кисакидің атымен приказымен итерген ба? Иә, басқа біреу итерген сияқты, менің ойымша, вот уже бір нәрсе өзгеріп қайтып келді ғой. Сол кезде Такимуч қайтып келгенде, вот уже екінші временная линия, да, так скажем, да, вот там уже вот Ақкүн итерді деп ойлаймын, менің ойымша. Так, опять же, Кисакидің бұйрығымен ғой. Бәрі Кисакидің бұйрығымен. Жоқ. Сол жерде настоящий уақытта болған зат қайталанбайды. Өйткені уақыт өтіп кетеді. Өткінші кезге барған кездегі уақыт бойынша, сондықтан бір-ақ адам итерді. Басқаша қайталанған жоқ. Бір-ақ адам емес, бір адам приказы бойынша неше түрлі адам итеруі мүмкін ғой. Кисаки айтуы мүмкін. Толчок момент сол болып тұр ғой. Өйткені жаңағы итермесе, оны ол секірмеуші еді. Уақытқа. Ол секірмеген адамды ешкім құтқармаушы еді. Құтқармайтын адам жаңағы інісі болмаушы еді. Бірақ інісі ол жаққа баратын бұрында білді. Інісі неге құтқарды, ол жауап беріп тұр, иә. Өйткені сол бұрында айтқаннан, мен осы кезде өлемін деп. Бірақ, значит, бірінші итерген ол шындықты случайность қой онда. Случайность емес, приказы бар, басқа біреу болса. Приказбен болса да. Бірақ ол кезде Кисакиді білмейді ғой ол. Кисакидің оны біледі ғой. Не үшін өлтіреді ол кезде? Ол кезде смысл жоқ өлтіруге. Болды ғой. Смыслды білесің бе негізгі? Иә. Қандай, не үшін екен? Жаңағы ғана қыз үшін. Бірақ қыз ол кезде уже өліп қалды, оны барып қашан, не үшін өлтіреді ол? Почему нет?